Соңғы жылдары елімізде дінге қатысты біраз келеңсіздіктер болды. Радикал діни ағымдардың алдауына түскен жастар айдың күннің аманында адаса бастағанын бәріміз көрдік. Өкінішке қарай, алды тіпті бейбітшілік пен тұрақтылықтың мекені еліміздегі тыныштықты бұзуға әрекет етті. Теріс пиғылдардың торына бауырларымыз қалай түсті? Олардың кеудесіне қатыгездік ұрығы қалай егіледі? Бағамдап көрейік. Алла мінсіз әуелден, пайғамбар хақ, мүмин болсаң үйреніп сенді ұқсап бақ. Құран рас, Алланың сөзі дүр ол, тәуелін білерлік ғылымның шақ. Абай. Дархан осыдан 4 жыл бұрын намаз оқи бастайды. Оның дін жолына бет бұрғанына алғашқыда атанасы да, жары да қатты қуанады. Өйткені олардың ұғымында намаз оқитын кісі ең ибалы, ең адал әрі ең таза һәм үлгілі адам болуы тиіс еді. Өкінішке қарай, ол көп ұзамай сақал қойып, балақ қысқартты. Сырт келбеті ғана емес, мінезі де күрт өзгерді. Әйелі Гүлнұрға да намаз оқытып, жабық киім кигізіп, үйден шығуға тыйым салды. Ең өкініштісі, ата-анасына қарсы келіп, кәпірге санап, бөлініп, бөлек шығады. Оған даже айтқанмын, осы ісіне өзің рассың ба деп ше, осы дұрыс деп ойлайсың ба осы ісіңді деп. Ол айтатын, жоқ, бұның бәрі дұрыс. Ата-анаға құрмет көрсету, намаз оқығаннан да, ораза тұтқаннан да, қажылық және омра жасағаннан да, және Алла жолында жихад еткеннен де абзал. Бухари, Муслим. Салафизм ағымы жетегінде кеткендер ата-анадан ғана безбейді, тұтас қоғамды өздеріне жау санайды. Сен бізден емессің деген ұғымның жетегінде кетеді. Намаз оқымаған жанның барлығына зорлық-зомбылық жасауға дін рұқсат етеді деп қателеседі. Радикал ағымның негізгі көздегені де сол. Олардың алдау тәсілдерінің бірі адамды бірінші кәпірге шығарып алу. Ол тіптен ол патшаға болмаса билікке қатысты емес, ол тіптен намаз оқып жүрген кейбір имамдардың өзін кәпірге шығару арқылы оларды тыңдатпайды, олардың тыңдаудан ұзақтатады, жаңа өздеріне еріп жүргендерді сөйтіп арқылы кәпірге шығару арқылы олардың мал дүниесін өзіне адалдайды. Бұл жалпы процесс бірақ дүние емес, бұл бірнеше қадамнан тұрады олардікі. Мысалы бірінші біреуді кәпірмен кінәлау арқылы екінші кезекте оған зорлық-зомбылық жасауға рұқсат береді. Ол өйткені кәпір болғандықтан оған болады деген сияқты. Немесе оның дүниесін тартып алуға жаңағыдай рұқсаттарын бере бастайды. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары елімізге әртүрлі діни ағымдар ағылды. Арасында радикал секталар да көп болды. Атеистік идеологиямен тәрбиеленген, дәстүрлі діннен бой жазып қалған Бұқарада олардың ара жігін ажырататын діни сауаты болмады. Ислам діні ата дініміз деп білетін жұрт Алланы ауызға алғандардың бәрінің соңына еш күдіктенбестен ерді. Ақыры міне алды алданғанын білсе, қалғаны теріс ағымның айнымас сарбазына айналды. Біздің осы 12 ғасырдан астам уақыт қазақ ислам дінін қабылдағалы бері болмаған сұрақтар қазір туындап жатыр. Неге? Діннің атынан кінәлау, діннің атынан адамдарды күнәқар деп санау, тіпті кәпірге шығару, кәпір деп кінәлау, ата-ананың пісірген тамағын жемеу, жаңағы келіннің сәлем салуын Аллаға серік қосумен тең деп санау. Біз қанша мұсылман болып келе жатқанымызда бұндай сұрақтар біздің алдымыздан шыққан жоқ. Өйткені бізде Құранға, Құдайға сенудің тәсілдері, қағидалары толық орныққан. Біз құрмет пен табынуды араластырмаймыз. Сондықтан бұрынғы біздің ата-бабаларымыз адасқан, олар дұрыс дінді түсінбеген, исламды ұғынбаған деп түсіну нағыз жаңсақ біздің ата-бабамыз тарихын емес, олардың ұстанған діннің жолын білмеуден туындайды. Қиындық жасамаңдар, қайта жеңілдетіңдер. Қорқытпаңдар, қайта қуантыңдар. Пайғамбар оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Хадисті имам Бухари және имам Муслим риуаят еткен. Радикал ағым өкілдері көбіне дінге қызығушылығы енді оянып, намаз оқуды жаңа бастағандарды жағалайды. Себебі діни тұрғыдан ақ пен қараны толық ажырата алмайтын адам не айтсаң да ақиқат деп қабылдайды. Олар сондай-ақ мықты психологтар. Дінге жаңадан бет бұрған адамды мүдделеріне сай бұрмаланған әрі үрей тудыратын аят хадистермен басып өтін өздеріне тәуелдетіп алады. Сосын айтқандарына көндіріп, айдағандарына жүретін робот деңгейіне жеткізеді. Адамды өздеріне ерушіні мәңгүрттендіру жүйесі әбден қалыптасқан. Кейбір мамандар айтады, мынау адамның жүйке жүйесіне әсер ете отырып, орысшалап айтқанда зомби дейміз ғой.
сондай бір зомбиге айналдыру тәсілдері бұлардың кітаптарына, қажет болатын болса уағыздарына бәріне салынған дейді. Неге? Себебі олар әрдайым міне осы ғана ақиқат, басқаның барлығы тозақта, басқаның барлығы адасады. Сен осы ақиқатты ғана ұстансаң жәннатқа жетесің, қалғанның барлығы тозақта болады, және сен басқа ешкім тыңдама деген тәсілмен бұлар өздерінің жаңағы ерушілерін, өздерінің шәкірттерін солай тәрбиелейді. Теріс ағымның ықпалына кеткендер, теріс ағымның бастаушыларына келетін болсақ, әрине бұлар өз мүддесіне жету үшін, өз мақсатын біреулердің қолдарымен орындау үшін әртүрлі айла тәсілдерге барады. Әртүрлі аяттарды немесе бір хадистерді өз пайдаларына бұрмалап, өздеріне адамдарды адастырып ерту үшін әртүрлі шешімдер, әртүрлі анықтамалар береді өздерінің түсінігіне сай. Соның ішінде мысалы кәпір басқарып тұр, оған бағыну болмайды деген сияқты бір дәлелсіз, айғақсыз сөздер айтып алдау арқылы кейбір жастарды өздеріне тартады. Бұл радикал ағым өкілдерінің шебер меңгерген кәнігі тәсілі. Өз қатарларына қосылғандардың біртіндеп ортасын қалыптастырады. Өздерін шейх деп атайтын ұстаздары бұларға оқитын кітаптар мен тыңдайтын адамдардың тізіміне дейін өздері беріп отырады. Құрыққа түсіру үшін негізінен жастарды жағалайды. Негізгі басым көпшілігін құрайтын аудитория ол жастар аудиториясы. Өйткені мынау діни бағыттағы радикалдық топтарға ұшырап қалу, соның зардабын тарту деген жастардың арасында белсенділік көрініп отыр. Бірінші тілек тілеңіз, бір Аллаға жазбасқа. Екінші тілек тілеңіз, бір шұғыл пасық залымның тіліне еріп азбасқа. Бұхар жырау. Салафизм ағымының жетегінде кеткен Дархан біртіндеп ұлттық салт дәстүрлер мен ырым жорылғыларға қарсы шыға бастап, уәж айтқандарды тыңдамайды, үнемі дауласуға дайын тұратын. Олар ешқандай бір сенімен пікір алмасуға құлық танытпайды. Сенімен пікір алмасуға құлық танытпайды, сені тыңдауға құлық танытпайды, қашып тұрады. Мүлдем жаңағы тыңдақ. Себебі олардың санасына әптен осылай сендер ешкім тыңдамаңдар бізден басқа. Олардың бәрі адасқандар, бидғат иелері, оларды тыңдайтын болсаңдар, оларды жаңағы қабылдайтын болсаңдар, онда жаңағы тозақтың отына сендер бірге кіресіңдер, немесе ол жаңағы доңыздың еті, жаңағы мас қылатын ішімдіктер қандай харам болса, ол жаңа біздің имамдарымызды немесе келіп саған салафизмді, уахабизмді сынайтын пікірдегі жаңа келіп сынайтын әңгімелерді айтатын әрбір уағызшы, маман, ол дінтанушы болады, ол исламтанушы болады, оның айырмашылығы жоқ. Барлығы оның бәрі харам. Радикал дінге әбден беріліп, шейхтерінің сөзі мен пәтуасынан шықпайтын күйге жеткен Дархан енді Сирияға кетуді ойластыра бастайды. Бұл мәселені білген жары Гүлнұр ата-анасымен астыртын ақылдасады. Олар жас баламен қайда барасыңдар деп қарсы болып, бұл да күйеуін көндіргендей болған. Бірақ брат деп жақын тартып жүрген достары ақыры қулығын асырып кетті. Дарханды діни біліміңді кемелдендіріп, оқытамыз деп алдап шетелге шақырап. Египет еліне білім алуға деп шақырған жол өз баласы. Білім алуға деп шақырып, сол жерден жаңағы бір речка дейді ма, не дейді, сондай бассейн ба, бір жаққа суға түсуге барған. Сол жерден шыққанда бүткіл киімі, документі бәрі жоғалып кеткен. Содан шыққаннан бәрі жан-жағын бәрі арабша сөйлейді Египетте. Ештеңе түсінбейді, ештеңе білмейді. Кімнен не сұрарын білмейді, қайда баруды білмейді. Қасындағы брат, бауырым, повере деп жүрген браттарының бәрі алып кеткен. Сөйтіп, Египетте шамал жүріп, біз басқа қалаға білім алуға барамыз, ояқта бұдан да өткен білімділер бар деп алдап, жаңағы бір көзін ашса, соғыстың арасында жүр. Кейбір біздің жастарымыз алдап, сол шетелге асып кетуіне, сол олардың жалған уағыздар себеп болды. Сондықтан біздің елімізге жан ашитын ол өзіміздің еліміздің адамдары, өз еліміздің ғалымдары. Шетелден келген, танымайтын, білмейтін, түрін көрмейтін адамның бір аятты оқып беріп, немесе бір хадисті оқып беріп, оны шарықтап алдағанына алданып қалғаннан көрі, өзіміздің еліміздегі Құдайға шүкір ғалым деген жетеді, имамдар көп білімді, соларды тыңдау арқылы біз өзімізді сақтауымыз керек.
Білімді сылтау өткен браттарының көкейінде не жатқанын Дархан кейін бірақ білді. Бірақ бәрі кешеді. Қолына қару алып, бейкүнә жандарға кезінген терроршылардың қатарынан бірақ шықты. Кім бір мүмінді қасақана өлтірсе, оның жазасы ішінде мүлде қалатын тозақ болады. Сондай-ақ Алла оған ызаланады, лағнеттейді және зор қинау әзірлеп қояды. Өзі от пен судың арасына түскені аз болғандай, енді Дархан әйелін де азғыра бастайды. Мен саған ақша да жіберем, бәрін де жіберем, бәріне көмектесем, тек сен келсең ғана олған өзім күтіп алам деді алдыңнан. Мен сенімен осы жәннатта сенімен болғым келеді, бірге соңына дейін деп. Күйеу балалары Сирияға кеткен соң Гүлнұрдың ата-анасы қыздарын бақылауды күшейтіп, оны Аңсар ақпараттық талдау орталығының теологтары мен психологтарына апара бастаған болатын. Бізге ата-аналар өте көп келеді осы бағытта. Біреудің жалғыз қызы, біреудің жалғыз ұлы осыдан рахат көрем деген кезде жаңағыдай қисық жолға тура жолдан бөлек қисық жолға тап болып үкілеген үмітін сөндіріп алуға сәл қалған ата-аналар да келіп жатады. Біртіндеп дәстүрлі дін мен радикал діннің не екенін ажырата бастаған ол Дарханды елге қайтуға шақырды. Жұмақты соғыстан емес, осындағы бейбітшілік пен тыныштықтан, жарынан, отбасынан 2 жасар ұлының жанынан табатынына сендірді. Алда алып барған өкінет қайтқысы келеді. Алайда қайталмады. Қарша бораған көп оқтың бірі қыршын жасты қиып түсті. Дін атын жамылғандардың ертегісіне еріп, өзінің туған жер жұмақ мекенін тастап, жат жерде тәні де көмілмей, қарға құзғынға жем болып қалды. Ол жақта 1 жылдан кейін қайтыс болды. Қайтыс болғанында маған хабарды қасындағы достары жеткізді. Онда сол айтқан олар да айтады екен да, олар да солай екен. Мынау менің әйелім, сол елімде қалып қойған. Мен шахид болып жатсам, жаңағы ескертерсіз, хабарлайсыз деген сияқты. Солай маған хабарын жеткізді, қайтыс болды деп суреттерін жіберді. Содан шамалы өзіме келе алмай біраз уақыт жүрдім, қиналып. Баламен қалдым. Отбасым бәрі теріс айналып кетті. Қаршадай баламен қалған Гүлнұр Аңсар орталығының мамандары арқасында дәстүрлі діннің не екенін түсінді. Біз мейлінше сондай улы, сондай бір вирус деп айтамыз ғой. Дертке шалдыққан, рухани ауруға шалдыққан жастарымызды әсіресе қалыпты жолға салу үшін қызметіміз сол. Яғни дәстүрлі имам Азам Абу Ханифа мазхабына бейімдеп, оны дәлел дәйектермен ақылы тұрғыда түсіндіріп, ақылы тұрғыда қабыл еткізу. Мәжбүрлік жоқ бұл жерде. Ақылы тұрғыда кез келген адам көкірегін ашып қараса, оған түсіністікпен қабылдай алады. Радикал ағым жетегінде кеткендерге шейхтары мешітке баруға тыйым салады. Себебі имам биліктің адамы, оның артында тұрып жасаған намаздарың қабыл болмайды деп қорқытады. Гүлнұр болса, бұрын кірмей қашқақтап жүретін жергілікті мешіттерде білімін шыңдап, діни сауатын кемелдендірді. Осы даладан дін саласында сандаған ұлы ғалым шыққанына көзі жетті. Теріс ағымның құрығына ілінген жастардың өз отанына қауіп төндіру мүмкіндігі артатына ойландыруы тиіс. Өз ұлыңның бірақ күнде өзіңнің салт дәстүрін, туған тарихын, ұлттық болмысын жоққа шығаратын қас дұшпанға айналуы оңай. Діни білімсіздік, ғаламтордан танымайтын шейхтардың дәрістерін тыңдаудың ақыры әрқашан осыған әкеледі. Ең басты қателік болса, дәстүрлі дінді ұстанбау, төл масқапты теңіректемеу. Негізінде біздің ғұламаларымыз, қазақ ғалымдары, біздің топырағымыздан, жерімізден шыққан ғұламалар әлемге әйгілі ғалымдар шыққан. Ең соңғы кешегі Садуақас ғылманиларға дейін. Олар дін саласының жетік білгірлері, ғұламалар болған. Қалпе дәрежесіне шейін көтерілген адамдар, муфти дәрежесіне шейін көтерілген адамдар. Сондықтан олар діннен, ислам діннен сауатсыз болды деп айту, бұл қазіргі сол айтқан адамның өзінің сауатсыздығын көрсетеді. Дәстүрлі бағыт дегеніміз не? Ол біздің Абай Шәкәрімнің ұстанған бабаларымыздың хақ тура жолы, яғни Абу Ханифа мазхаб жолы, Матруди ақидасы. Бұл өте өзекті тақырып өте мәселе өзекті. Өйткені мынау діни ағымдардың, ислам дінінің атын бүркенген діни ағымдардың негізгі мәселе тудыратыны осы Абайдың жолы, Шәкәрімнің жолы. Шетел асып кеткеннің барлығы деп айтуға болады. Сол біздің дәстүрлі исламды ұстамағандар, адасқан ағымдың жетегінде жүргендер.
Ата-бабалар сан ғасыр бойы ұстанып келе жатқан Әбу Ханифа мазхабына жүгінбеу үлкен адасушылыққа апарады. Салафизм ағымының да көксегені осы. Олар үшін керісінше мазхаб ұстау адасу деп жамағаттың басын қатырады, ал билікте тұтас кәпірлер отыр деп қоғамға жік салады. Исламның көзіне, тұнығына жету үшін ол міндетті түрде 4 мазхабтың бірінде болу керек. Жалпы Мұхаммед пайғамбарға дейінгі жол сол 4 мазхаб арқылы ғана жетеді. Ал мазхабсыз жету деген ол мүмкін емес. Себебі барлық исламның үкімдері, қағидалары, негіздері, құндылықтары осы мазхаб имамдарының артынан ерген ғұламалардың еңбектері арқылы бізге жеткен. Сол себепті бұл мазхабты назардан тыс қалдыру ол шынайы ислам туралы мәліметтерден айырылу деген сөз. Біздің елбасымыз, біздің тегіміз түрік, дініміз ислам, кітабымыз қасиетті Құран. Сол үшін қасиетті Құранды насихаттауды ұмытпайық деді. Және біздің елбасымыз өз жолдауларында да біз мұсылманбыз, соның ішіндегі сүнниттік бағыттағы Ханефи мазхабынан ұстанатындармыз дегенде айтқан сөздері бар. Бұл деген сөз біздің жалпы еліміздің көпшілігі, елімізде көпшілік халықтың мұсылман екендігі және елбасымыздың өзінің мұсылмандық екендігін біз осы сөздерден білеміз. Мазхаб жол, мектеп, бағыт, көзқарас деген мағынаны білдіреді. Шариғат тұрғысынан алғанда арнайы тәсілдер, ережелер арқылы Құран мен сүннеттен шығарылған үкімдер мен көзқарастар жиынтығын мазхаб дейміз. Мұсылмандар өміріндегі намаз, ораза, зекет, қажылық сынды діни іс-амалдардың барлығы мазхаб ғұламалары анықтаған үкімдерге сай атқарылады. Жастардың көбі теріс ағымға діни білімнің таяздығынан кетеді, дәстүрлі дінге илікпегендіктен кетеді. Сондықтан құбылаға бет бұрғандар ата-бабаларымыздан жалғасып келе жатқан дәстүрлі мазхабты ұстануы тиіс. Бұл адасып, бөлікшіл топтың қатарына еріп кетпеудің бірден бір тура жолы. Мазхаб ұстанбасақ, біз өткенмен байланыс орната алмаймыз. Қазір айтуым мүмкін, біз демократиялық қоғамда әркім қандай дін ұстанам дейді өзі біледі, әркім не істеймін дейді өзі біледі, жүре бермей ма деуі мүмкін. Жоқ, олай жүре бермейді. Өйткені қазіргі кейбір ағымдар бұны саясиландырып жатыр. Саясат араласқан кезде, мынау дін деген нәрсе, құндылық деген нәрсе, Құдай мен адамның арасындағы байланыс деген нәрсе екінші планға түсіп, бірінші сол топтың, сол ағымның мүддесі деген алдыңғы қатарға шығып жатыр. Осы орайда біз мазхаб деп айтып жатқанымыз немесе Абу Ханифа мазхабын ұстануымыз керек, бұл рухани бірлікке әкелетін жол. Ал рухани бірлік болмаған қоғамда тіршілік болмайды. Олардың да сол арнайы дәстүрлі исламды ұстатпау арқылы, дәстүрлі исламды кінәлап, дәстүрлі исламды бұзық деп үйрету арқылы өздерінің қисық жаңағыдай адасқан жолдарына адамдарды тартады. Шейхтардың, мынау ислам ғалымдарының бірінің айтқан сөзі бар: кімде-кім мазхабты жоқ десе, ол өз мазхабына шақырушы. Яғни біз Абу Ханифа мазхабын ұстанамыз. Абу Ханифа мектебінің біз шәкірттеріміз осы біздің ұстанған дәстүрлі исламымызды жоққа санау арқылы, оны жамандау арқылы өздерінің бақыттарына тартады. Дәстүрлі дінде үлкенге құрмет, кішіге ізет әдемі көрініс тапқан. Ұлттық салт дәстүріміз болса дінмен бірге біте қайнасып кеткен. Ал радикал ағым өкілдері мыңдаған жылдық рухани қазынаны бірақ күнде жоқ еткісі келеді. Абу Ханифа мазхабының бір ерекшелігі, жаңа біз айтып өткеніміздей, салт дәстүрге құрметпен қарау деген мәселе болғаннан кейін, біздің өзімізге, ұлтымызға тән қалыптасқан салт дәстүрлердің барлығы дінмен сабақтаса отырып өзіміздің рухымызға сіңген нәрсе. Тіпті қазір кейбір дәстүрді біз дін деп қарамаймыз. Ол біздің дәстүріміз. Бата беру, сәлем беру, құрметтеу, жаңа адамның ала жібін аттамау, немесе өлген адамның алдындағы міндеттерімізді орындау. Бұларды біз қазір дін деп қарасымыз, біз салт дәстүрімізге әбден сіңген құндылық. Сондықтан бұл дәстүрлерді бір жағына ығыстырып қою деген, бұл біздің ұлтымыздың, халқымыздың өткен тарихына үлкен бір жаңағы шоқпар ала жүгіру, немесе соны жою. Айдың күннің аманында адамды жолдан тайдыратын, көздің қарашығындай сақтауымыз тиіс салт дәстүрімізге қырғидай тиісетін қиратқыш ағымның мақсаты не? Салафизм біле білгенге дін атын жамылған қауіпті идеология екенін ұмытпауымыз керек. Көптеген елдердің іштей бөлініп, алауыздыққа душар болуының артында осы ағым тұр. Ваххабизм дейміз, салафизм дейміз, екеуі бір зат, екі атау болғанмен. Бұл жалпы 3 ғасырдан бері өте тиімді, өте жоғары деңгейде жаңағы өзінің жемісін көрсетіп жұмыс жасап жатқан жоба. Жоба қандай жоба? Бұл мынау ислам әлемін іштен іріту жобасы. Мұсылмандарды іштен бөліп жару, бір-біріне қарсы қою жобасы. Баланы әкеге,
қызды анаға қарсы қойып, одан әбден ушыққаннан кейін ары қарата мемлекетке, жалпы мемлекеттік құрылымға қарсы жаңағыдай шығатын, сосын іштегі тұрақтылыққа зиян келтіретін бір жаңағы нелерді, топты, сондай бір іштен бір басқа бір жүйені қалыптастыру әрекеті. Дін саласы мамандары да соңғы жылдары елімізде жасалған қанды терактілердің артында осы ағым өкілдерінің тұрғанын айтады. Ал мыңдаған бейбіт жас болса да, жихад жасаймыз деген желеумен соғыс болып жатқан елге асты. Бұлар әрине арнайы дайындалады. Бұлар арнайы университеттер бар. Осы бағыттағы уағызды таратуға, осы идеологияны уағыздауға жаңағы үйрететін. Ол кейбір мысалы араб елдерінде, атап айтқанда Сауд Арабияда мысалы үшінге ислам университеті бар, басқа да университеттер бар. Сол университеттерде бұл идеологияны тарату үшін арнайы кәдімгі бірінші жаңағы орта білімдік деңгейде, одан кейін жоғары білімдік деңгейде, магистратуралық, одан докторантуралық деңгейде бүкіл барлық осы жаңағы ғылыми деңгейлердің барлығында дайындайды. Сосын содан шыққан мамандар әлемге бұл идеологияны таратып жатыр. Қазіргі уақытта шетел асып, жаңағыдай алданып, біреулердің алдауына, арбауына еріп, соғыс бар деп кеткендер, немесе біздің өзімізде терактқа қатысы бар, экстремистік бағытта болып, заң бұзып, сотталып отырған азаматтардың біразымен біз кездестік. Олардың өзі де негізгі айтатыны біз білмедік, түсінбедік. Кезінде бізге имамдар да тыңдама деп айтты, содан адасып кетті, өздері де мойындап отыр. Жастарымыздың жаңағы айтып жаттымыз ғой, ханафи бағытын ұстанбау, ақидада, яғни сенімде матруди ақидасын, Аллаға деген сенім мәселесінде бабаларымыздың ұстанған жолын ұстанбай, жаңағыдай орта жолдан пайда болған, немесе бүлікке апаруға себеп болатын бағыттағы идеологияға арбалып, соның салдарынан біздің дәстүрімізге, біздің ұстанып жүрген діни бағытымызға, біздің ғұрпымызға және керек десеңіз біздің норма, заңдылықтарымызға деген қарсы келіп жататын жағдайлар осындай болып жатады. Елдегі теріс ағым өкілдері көзқарастарының Даиш сияқты халықаралық террорлық ұйымдардың ұстанымдарымен сәйкес келуі ұлттық қауіпсіздікке үлкен қатер төндіреді. Сол себепті адасып жүрген бауырларымызды ағарту жұмыстары арқылы қатарға қайта тарту аса маңызды. Қазір бізде сондай да көзқарас қалыптасқан. Біз заң жоқ, тыйым салатын сәләфилікке, вахабилікке. Сондықтан заң болатын болса, біз қоятын едік деген секілді көзқараста жүрген кейбір сондай сәләфилік бағыттағы қара көздер де бар. Егер заң қабылданатын болса, анық салафилік идеяға қатысты, оған шектеу қоятын, онда тағы да біраз қайтады деп ойлаймын. Осы идеология қатты өтіп кеткен, санасы соншалықты уланған, ондай санамен жұмыс жасау сәл қиындау. Оған сәл мамандардың, психологтардың, теологтардың біршама еңбек маңдай тері керек. Өткені сондай фундамент дейміз ғой, іргетасы уланған дертпен қаланған, солмен санасына тоғып, соны тура жол деп түсінген санадағы бұл идеологияны бұзып тастау, оның орнына жақсы идеологияны орнату қалыпты өзіміздің дәстүрлі бағытта өте еңбекті қажет ететін дүние. Құранның өзінде Алла тағала айтады, бір нәрсеге көздерің жетпесе, оны анықтаңдар, айқындаңдар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өз хадисінде бір адам сізге арызданып келсе, бір кісі жөнінде оның екінші жағын тыңдамай тұрып, оған шешім айтпа дейді. Яғни бұл жерде көзбен көру, анықтау арқылы шешілетін дүниелер бұл шариғатта анық, айқын жазылып тұр. Сондықтан иншалла біздің жастарымыз осыған сақ болса. Радикал ағымдардың қаупі күшті, оны соңғы жылдары анық сезіндік. Осыдан 6 жыл бұрын Қазақстанда алғашқы террорлық әрекет жасалды. Қазақ тарихында бұрын соңды мұндай оқиға болмаған еді. Өкінішке қарай, содан бері де Қазақстанның көптеген өңірлерінде адам шығыны болған терактілердің бірінен кейін бірі жалғасып, бейбіт адамдар ажал құшты. Оны жасаған өзіміздің өрімдей жастар. Жастардың жат діннің жетегінде кетуінің тағы бір себебі діни сауаттылықтың болмауы. Мұндай сауатсыз жастар радикал ағымдардың нағыз іздеген адамы. Бұл идеологияға бас ұрғандардың ең біріншісі бұл идеологияны толық жаңағы зерттеп, сол арабша сауаты бар және осы идеяны, осы ағымды уағыздап жүргендер. Олар белгілі бір деңгейде
жаңағы өздерінің қаржылық проблемаларын да осы ағым арқылы, осы идея арқылы шешіп алған болуы да мүмкін. Екінші санаттағылар, олар арабша анша сауаты жоқ. Арабша анша сауаты жоқ, бірақ осы бағыттағы уағызшылар тыңдап алып, нағыз ақиқат осы деп ұстанып бекем тұратындар. Бұларда бірақ жаңағыдай терең сауат жоқ. Үшінші, ол жаңадан жайлап келіп жатқандар. Жайлап жаңағы енді солардың уағызшыларын тыңдап, бірде жаңағы біздің өзіміздің мазхабпен оқып намазды, бірде сол жаңағы сәләфилік бағытта намаз оқып, сөйтіп шатасып, кіресілі шығасылы болып жүргендер. Кездейсоқ адамдардан білім алу, пәтерлерде өтетін астыртын уағыздарға қатысудың түбі қауіпті. Интернет арқылы да, қаптаған шейхтардың дәрісін тыңдаудың ақыры да қылмысқа апаратыны мәлім болды. Жазықсыз жандардың қанын төгу, қай дін, қандай ағым ақтай алатын қылмыс ол. Айтыңдаршы, қанқұйлы. Қазіргі болып жатқан сол. Мұсылман адам бір адамды өлтірсе, адамзатты өлтірген. Қазір мұсылманды өлтіріп жатыр. Нағыз біздің дінімізге балта шабатын сол. Біздің дініміз, айтамыз біз алдың қатарлы дін, ең соңғы дін. Біздің пайғамбарымыз да сондай. Соған сай болуымыз керек. Жастарды білімге баулу керек. Білімді болмасақ, жастарымыз білімді болмаса, еліміз, халқымыз білімді болмаса, ертең біз қалып қаламыз. Көштің артында қаламыз. Сондықтан мұндай мәселеге келгенде әр адамның ішкі сүзгісі болу керек. Сарапқа салу үшін білімі болу керек. Біз бір шаңырағы ортаға түскен бір ғана отбасы арқылы тұтас қоғамдағы дертті көрсетуге тырыстық. Терістінің салдарынан қаншама шаңырақ ортаға түсті, қаншама көз жас төгілді. Сондықтан дін біз ойлағандай тек рухани қажеттілік қана емес, белгілі бір топтардың құралына айнала алатынын ұмытпауымыз керек. Адасқанның айыбы жоқ, қайтып үйрен тапқан соң дейді кең қолдық қазақ халқымыз. Адасып айып тартпау үшін, жолдан тайып жығылмау үшін, өткеннен үлгі алып, дәстүрлі діннің маңайына шоғырлануымыз қажет. Сонда ғана бағытымыз анық, мақсатымыз қанық, елдігіміз мәңгілік болмақ.